Мен Қызылорда облысы Шиелі ауданы Бидайкөл ауылының 148-ші қазақ орта мектебінің 8-ші сынып оқушысы Жорабек Танилбек боламын. Мен сыр бойындағы киелі әулиелер мазараты жайлы баяндаймын. Туған жер әркімнің шыр етіп жерге түскен, бауырында еңбектеп қаз басқан қасиетті мекені, талай жанның өмір бойы мұратын өлкесі. Оны қайда жүрсе де жүрегінің түбінде әлдилеп өтпейтін жан қаласы болмайды. Сыр бойында рухани қайнар бұлақ болатын киелі мекендер бар. Солардың бірі Қызылорда облысы Шиелі аудандағы Оқшы ата кесенесі. Ол тарихи тереңінен сыр шертетін киелі орындардың бірі. Бұл жерді әулиелер ордасы деп атайды. Ел жадында сақталған аңыздарда оның шын есімі Көгентүп деп айтылады. Бұл мазаратта Оқшы атадан бөлек Асан ата, Қыш ата, Ғайып ата, Исабыз, Қабыл ата, Дәуіт әулие деп атайтын мазаратқа жерленген екінші ірі әулие Асан ата Қазан, Хасан Асан хан Оқшымен бірге аталады. Мазараттағы ең көне кесене Ғайып атанікі. Бұл кісі 9 ғасырда Оғыз Қыпшақ заманында өмір сүрген. Қыш ата кесенесі әулиеге баланған тағы бір кісі Қыш ата. Өкінішке қарай оның да өмірде сүрген кезеңі белгісіз. Кітап ата кесенесі. Ел кітап ата деп айтайын. Әулиесінде кісінің шын аты жөнін беймәлім. 10 ғасырдан бергі кезеңде ислам діні сыр бойына таралған кезде өмір сүрген деген болжам айтылады. Исабыз әулие кесенесі. Исабыздың киелі халыққа танымал болғандығына бір белгісі басына тұрғызылған Дәуіт әулие кесенесі. Дәуіт 19 ғасырдың орта тұсына дейін Қоқан билеушілерін Шиелі жерінен орыс әскері ығыстырғанға дейін өмір сүрген. Қабыл ата от ауызды, орақ тілді, шешен ауызының дуасы бар, батагөй, айтқаны мүлт кетпейтін кісі болса керек. Доспан шайық. Исабыздың киесі қонған әрі оның ұрпағы саналатын Доспан шайық Қожабекұлында әулиелігі Шиелі жұртшылығына жеті әулиенің жамбасы тиген жердің Шиелі кентінде екені бізге бір жағына мақтан болса, екінші жағына жүк ауыр жауапкершілік. Осындаған әулиелердің бәрі бірге киелі, расында Шиелі мекені киелі екен.